Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі каналда өте маңызды тақырыптардың бірі болайын деп жатыр. Қазір Қазақстанда шулап жатқан How USD трейдинг саудасы туралы айтатын боламыз. Және де бүгінгі біздің қонақта Алмат мырза. Ассалаумағалейкум. Алмат мырза бізде осы трейдингпен айналысып жүргеніне 3 жылдай шамасы болды. Қазіргі уақытта енді бұл кісіні тыңдайтындай миллиард шамасында суммаларды инвесторлармен бірге айналдырып жүр. И бұл кісіден алатын біліміміз өте көп. Айтпақшы айтып өтейін, бұл кісі қазір бұл подкасттың мақсаты ешқандай бір курсқа немесе бір менторствоға бір нәрседен алып келіп сатуға емес. Бұл подкасттың мақсаты адамдарға тура жолды көрсету именно осы салада. Осы трейдинг саласында қайсы нәрсе дұрыс және халяльна трейдинг жасауға бола ма, арам трейдингтің түрлері қандай екенін біліп алуға осы видеоны көру сіздерге өте маңызды деп айта аламын. Себебі көп адамдар қазір өздерінше бағанағыдай тура жолды ұстанып жүр деп ойлайды, бірақ на самом деле өз-өздерін алдап қалай дұрыс емес жолға түсіп кетіп жатқанын білмей жатыр. Сол, Алмат мырза, ассалаумағалейкум тағы да. Уағалейкум ассалам. Алмат мырза, өзіңіз туралы кішігірім айтып өтсеңіз. Немен айналысасыз, осы трейдингке қалай келдіңіз, қанша болды айналысып жүргеніңізге, қалай кірдіңіз бұл салаға? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Есім Алмат болады. Біз трейдинг саласына 2021-ден бастап қызығып бастадық. Негізгі алғашқы қызығушылық карантин кезінде болды. 2019-2020 жылдары. Бірақ ол кезде мошенниктерге тап болып, одан кейін бұл саланы өзіме жауып тастадым десем болады. Оған дейін тендермен айналыстық. Тендерде жақсы обороттар жасадық, бірақ бір қиыншылықтар болды. Жаңағыдай үлкен уже суммаға шыққан сайын бір таныстарың болу керек, бір жерлерде беру керек болады. Ол нәрседен қаштық. Сөйтіп 2000 тендер саласында жүріп, қадалып, тендерден кейін 1-2 жыл магазин жасадық. Магазиніміз болды продуктовый. Ол жақтан уже бір өсудің орнына кері бағытқа кетіп баратқанымызды түсінгеннен кейін масштабқа шығу жағын көп ойлап, жаңа Wall Street деген киноларды көріп, сол нәрселерге қызығып, сол жақта командаларды көріп, ол кісілердің айналдырып жатқан суммаларына қызығып, қайтадан көрейін дедім осы саланы. Уже кітаппен білім алып, интернетпен емес. Сөйтіп 2021 жылы бастадық. Аллаға шүкір, 1 жыл бойы обучениелерден өттік. Осы Қазақстандағы эксперттер ол кезде бізде Думан деген мырза болатын. Сол кісіден Думан деген, иә? Алғашқы обучением сол кісіден алдым. Одан кейін бізде қазір депутат ағамыз бар, Дәулет Мұханов. Ол кісіде акционер бол деген курсы болған. Сол курсты алып, алғашқы фундаменттеріміз қаланды десек болады. Сөйтіп 2022 жылдың ноябріне дейін 1 жыл уақыт бойы обучениеге өткізіп, 2022 жылдың ноябрінде уже толық көз жетті. Дұрыс бұл жерде ақша табуға болатынына. Содан кейін алғашқы $200 салдық. Interactive Brokers деген брокерский компания бар, америкалық. Сол жақта алғашқы ақшамыз салып, 1 айдай жұмыс жасап, сонымен қайтып ақша шығарам екен деп вывод жасап көрдік. Сөйтіп ақшамыз шығарды. Солай көз жетіп, сөйтіп масштабқа кеттік десек болады. Машалла. Қазіргі уақытта қандай сумма айналдырып жатсыздар? Қазір инвесторлармен жұмыс жасаймыз, уже 2 жылдың көлемінде болды. Инвесторлармен барлығын суммасын қосқан кезде сол миллиардтың маңайында. Біз бетіміз ісіп тұрған себебі, біз кеше Алмат ағамен бірге рыбалкада болғанбыз, содан кейін баняға бардық, сонымен обедте бірақ тұрып, сәл сондай болып тұр. Атак негізі бұл кісімен тоже танысқаныма мен 4 жылдан көп уақыт болды. Рамазан айында танысқанбыз. Бұл кісі адам ретінде өте қатты ұнады. Бұл кісінің саласын білген жоқпын алдын. Одан кейін танып қазір бұл кісімен жұмыс жасап жатқан адамдардың бірі боламын. Және де Алмат аға, сіз обучение өткізесіз ба? Менторство өткізесіз ба? Жоқ, обучение де жоқ, менторство да жоқ. Тек консультация бере алам. Консультацияда айналысып жүрген адамдарға да, айналыспайтын адамдарға да, енді келгісі келіп жатқан адамдарға да ішкі кухняны көрсетсем, одан кейін ол адам өз шешім қабылдау керек. Дальше оқимын десе, примерно бір кітаптардың тізімін бере аламын, немесе бір жақсы эксперттердің тізімін бере аламын. Қазір мысалы трейдингті қарап қызығып жатқан адамдарға, чтобы орынып қалмас үшін бағанағыдай бір кітаптардың тізімін, бір нәрсе гайд, бір нәрсе бере аласыз ба? Иә, оларды сіздің оқырмандарыңызға берейік.
негізі бір осы трейдингке байланысты, жалпы финансқа байланысты жүзден аса кітап оқылды. Соның ішінен өзім Өзіңіз бір оқыдыңыз 100-ден көп. иә топ 25 шығарғам. Осы кез келген адам, кез келген инвестор десек болады, инвестор оқу керек кітап. Сол тізімді берейік. Болды, онда Жақсы. сіздің инстаграмыңызды қалдырайық, сізге жазған адамдарға өзіңіз бересіз ғой инстаграмда, иә? Жақсы. Хорошо. Сосын тағы да бір нәрсе, қазіргі уақытта трейдингті оқытып, курс сатып, менторство сатып, аз уақыттың ішінде тез байып кетесің деген сияқты слоганмен көп адамдар шығып жатыр, запуск жасап жатыр. Сол қаншалықты дұрыс и қаншалықты шындыққа жанасады? Қаншалықты дұрыс екенін білмеймін. Шындық жағына келетін болсақ, 100 адамның бір-екі адамы дальше алып кетіп жатыр. Оны мен смело айта аламын, өйткені өзім оқыған курстарда, офлайн қанша курс оқыдым, бізде группада 10-15 адамнан болады. Алғашқыда жаңағыдай эйфориямен қызығып кіреді, одан кейін бір 3-4 ай өткеннен кейін розовый очки шешіле бастайды. Уже жаңа группадан шығып бастайды, жаймен деп жекеге шыққан кезде мен болдым дейді да. И болған себебі уже айлығын құртып ұстаған, там біреулерден қарыз алып ұстаған деген сияқты басындағы қызығып келген нәрсесі ол адамға сәйкес келмейді. Өйткені бұл да кәсіп сияқты барлық адамға сәйкес келе бермейді. Өте үлкен рисктер бар, және жаңа халал, харам инструменттер бар. Харам инструменттердің ішінде негізі көп обещание беретін нәрселер харам инструменттермен. Мысалы, казиноларда не болады ғой? Там рекламасында 30 миллион доллар, бірдеңе доллар деген сияқты бір адам алады. Факт, что алады, бірақ оған алу үшін қанша мыңдаған адам кіреді да. И олардың салған ақшасынан какой-то бір кішкентай процентіне сол призовой фонд алынып, бір адам ғана алып кетеді. Бүкіл жаңағы рекламный роликтерде сол ситуацияны ғана реклама жасайды да. Мына жақта қанша адам суицид болып жатыр, семьясымен ажырасып жатыр деген сияқты ондай нәрселерді көрсетпейді. Кредитке қаншасы қадалған. Мен жеке танитын эксперт кісілерге де айтарым, осы жағында ойлап қойыңыздар. Не, получается, бір адамның успешный кейсін алады да. Иә. Барлығына көрсетеді, ар жағында бірақ 1000 адам жатады дейсіз ғой, қиналып. Иә. Ал енді бұл дегені кез келген адам трейдингпен айналыса алмайды дегеніз бе? Кез келген адам трейдингпен айналыса алмайды, бірақ кез келген адам өзі инвестор бола алады. Ол қалай? Мысалға, жаңағы Apple деген сияқты компаниялардың безопасный варианты акциясын плечосыз сатып алу. Негізі адамдарды құртатын нәрсе плечо деген нәрсе да. Ол плечо қалай? Қазір ең кемі 2x2-дан бастап береді плечоларды и безлимитке дейін да. Мысалға, кейбір брокерский компания деуге келмейді енді. Кейбір сауда жасауға арналған платформаларда 1000x плечо береді. Ол дегенің сіз $1000 салған болсаңыз, $100,000 торговать ету мүмкіндігі. $1 миллион. $1 миллион торговать ету мүмкіндігі. Ол жерде сіздің $1000 гарант болып есептеледі. Яғни $1 миллион сіз бір нәрсе сатып алсаңыз, оның бағасы чуть-чуть түссе, там 0,1%, 1% түссе, сіздің $1000 күйіп кетеді. Сонымен ол кісілер сізге сау болыңыз дейді, болды. И негізгі адамдардың күйіп кетіп отқан жері сол. Безопасный түрі, мысалы, жаңа $1000 болса, қазіргі Apple-дың бағасы $200-250 болса, бір 4 акциясын алып қойыңыз, болды. Самый безопасный жол сол. Сіз ешкімге қарыз болмайсыз. Кредитный плечоға қызығады сонда ол. Значит, ол жерде бір выгода болып тұр ғой. Тез баю мүмкіндігі. Мысалға, сізде таңдау болса $1000 мен торговать етесіз ба, немесе $1 миллион торговать етесіз ба? Қайсының пайдасы жақсырақ? $1 миллион. $1 миллион 1%-ке өссе, уже сен $10,000 пайда таптың да. А $1000 1%-ке өссе, там $10 пайда таптың. Қызық емес та. И негізгі қызықтырып алып кететін ол эксперттерге жақсы реклама болып тұр ше негізі. Сізге осындай суммамен тауып кету мүмкіндігі деп. Я, бір адамдар тауып жатыр. Ол единичный случай. Айтып еді сосын нәрсені. Бұл жерде қазір хаузидің темасына кіріп аттымыз негізі жайлап, иә. Бірақ бұл жерде соңына қарай біз мына нәрсені айтып өтеміз. Бірісі, қалай қарапайым адам ешқандай білім сатып алмай-ақ, былайша айтқанда, безопасно мынандай кітаптарды оқып, артылған бір ақшасын
жинаса болады. Біз енді ақшаны жинау деген тек андай отбасы банкта жинау деген нәрсені қарайды ғой. Негізінде бағанағындай акцияларды сатып алып қойып ұзаққа салып қойса болады негізі. Бірақ көбісі білімсіздіктен ол нәрсені білмей жатады. Соны білуге бір арнайы бір инструкцияны айтып өтеміз деп ойлаймын, қиын емес шығар. И сол үшін соңына дейін қараңыздар. Қазір біз How is day темасына кіріп бара жатырмыз. Жайлап тема соған бара жатыр да. How is day дегеніміз не? Және қазір осы трейдинг саласындағы даже намаз оқитын адам болсын, вроде бы нормально жүрген адам болсын, осы нәрсені қазір жарнамалап, курс сатып жатыр ма, инвестиция тартып жатыр ма, қаншалықты адамдар қадалып жатыр, қаншалықты адамдар пайда тауып жатыр, и бұл система қалай жұмыс жасайды вообще? Так, How USD дегеніміз жалпы контракт негізі. CFD контракт дейді. Оның артында тұрған нәрсе алтын. Бірақ біздің эксперттер оны алдына шығарып жүрді. Алтында алдына шығарып жүрді. Сен алтынмен торговля жасайсың. Алтынның өзі халал. Алтын деген шынымен существовать ететін нәрсе деп алтынның өзін ғана айтады да. Бірақ ол жерде торговля алтынға қатысы бар, бірақ алтынның өзі емес торговля болып отқан. Оны Олимппен салыстырсақ болады. Олимпте мысалы қалай? Қайрат пен Реал Мадрид ойнап жатыр. Ол реально болып жатқан матчта. Мына жақта Олимп, букмекерский контора не істейді? Сол матчқа әртүрлі ставкалар алады. Там победа или бірдеңе деген сияқты ставкалар алады. How USD де тура сондай. Псевдо-брокерский компаниялар, Extens, RoboForex деген сияқты компаниялар бар, көптеген. Олар негіз брокерский компания емес, оларда ешқандай лицензия жоқ, олар просто конторалар. Солар сізден ставка алады, алтын өсетініне немесе түсетініне. Сіз сол арқылы ставка қоясыз. Бағасы сіз өсет деп қойған болсаңыз, баға өскен болса пайдаңызды аласыз. Ал өспеген болса, онда ақшаңыз жоғалтасыз. Ол жерде сіз ешқандай алтын сатып алып отқан жоқсыз. Сіз ставка қойып отырсыз. Не нәрсеге ставка қойып отыр? Бағаның өсуіне немесе түсуіне. Ненің? Алтынның бағасының. Алтынның өзін алып отқан жоқсыз. Ал реклама жасаған кезде сіз алтынмен сауда жасайсыз дейді, алтын аласыз дейді. Реально алтын алу үшін сіз национальный банкке баруыңыз керек, немесе жаңағы банк, центр, кредит деген сияқты банктерде алтынды реально сатып алуға болады. Сол кезде ғана сіз алтынмен сауда жасайсыз. Негізгі темасы сол. Енді қаншалықты дұрыс емес? Ақша табуға бола ма How is day-мен? 100% дұрыс емес. Неге? 100% дұрыс емес. Ең біріншіден ставка. Сіз сауда жасап отқан жоқсыз, сіз зат алып отқан жоқсыз, зат сатып отқан жоқсыз. Ол жаңа онлайн. Мысалы сіздерде қалай Wildberriesте сіз там тауар сатып алдыңыз, тауарыңызды саттыңыз деген. И бұл жақта эксперттер, кейбір эксперттер подачаны солай береді да. Сіз міне алтын тұр, алтын сатып алып жатсыз, ешқандай харам емес. Немесе кейбіреулер қазір былайынан шығарған стратегия болса халал деп те шығаратын адамдар болып отыр да. Мен таргеттен көрдім өткенде бір кісі, өкінішке орай орамалдағы кісі, сол кісі жаңағы сізде стратегия болмағасын, ол сізде ставка сияқты болып жатыр, сол үшін харам деп жатыр да. Негізі ол стратегия вообще қатысы жоқ. Стратегия дегеніміз ол бер жағындағы инструменттер. Негізгі оның основасы харам болып тұр. Осы мәселені сіз қателеспесем, кешіріңіз, Қылышбай деген ба кісі бар еді ғой. Шариғи білімі бар. Ол кісі сол финансы трейдинг мәселесімен тоже осы мәселе бойынша айтқан еді. Ол кісілермен сіз кездестіңіз? Ол кісілермен кездестік, именно осы мәселе бойынша How USD-де қазір эксперттер көбейіп кетті. Именно курс сатып отқан және қораға кіргізіп отқан. Соларға қарсы не істесек болады деп ойландық. Іс-шараларды қазір бір проекттер дайындалып жатыр, бірақ қашан шығатыны белгісіз. Оның шығуына себеп именно осы How USD-ден маған да оқырмандар жазады. Екі кісі уже суицид болған. Мен танитын кісілердің жақындары екі кісі суицид болған. Оның артында бала шағасы қалған. И кредитке кіргені қаншама. Мысалы, мен бірге оқыған, курста бірге оқыған кісілердің өзінде сондай случайлар бар. Нанша қарызға кіріп кеттік, нанша кредитке кіріп кеттік.
скриндарын көрсетейін. Өткен 20 миллион да бар, минус 200 мың долларға кірген кісілер де бар, минус 300 мың долларға кірген кісілер де бар. Олардың скриндарын қойсақ болады. То есть шариғи маманның өзі де 100% бұның харам екенін айтып тұрды. Иә, бізде Мұрат Қылышбай деген ағамыз бар, Алла разы болсын. Ол кісіге қазір осы халал мен харамды өте дәлелдермен ажыратып көрсетіп жатыр, құлақ асатын кісілер болса. Оны бірақ көп кісілер жаңағы аккаунтын заблокировать етіп тастап жатыр. Әңгімені ашығы рекке шықпайтын қылып. Өйткені сол арқылы нан тауып отқан адамдар бар да. Хауисиде арқылы курсын сатып. Ол кісілердің жауы десек болады, Мұрат Қылышбай ағамыз. Я қазіргі уақытта мен онымен келсем, өзім енді товаркамен айналысам ғой, мен вообще трейдингқа дым қатысым жоқ негізінде. Бірақ менің бауырларым көп, достарым көп, маған жазатын адамдар да бар, сол трейдингпен айналысып жатыр, осынша миллион ақша айналдырып жатырмыз деп бәрін неге көрсетті. Андай неге Инстаграмға көрсетіп жатады. И содан көп адам курс сұрайды. Мен де алайыншы. Сонда получается ол тура футбольный ставка сияқты десеңші. Футболда мысалға ставка өтіп кетсе, сол өтіп кеткен ставканы көрсетті, қадалып жатқан ставкалар көрсетпейді. И сол өтіп кеткен ставкалар көрсетіп сигналдар сатады, болмасам курстар немесе басқа нәрсе сатады. Сигнал сату өте оңай. Неге? Өйткені мысалға жарайды, футболды алдық қой, енді футболда бірнеше сигнал болуы мүмкін да. Как минимум үшеу, там победа или P1 или P2 или ничья деген сияқты. Ал бұл жақта либо өсет, либо түсет. Өте оңай да сигнал беру. Енді сен статистикаң, мысалы 10 сигнал берсең, как минимум плюс 50% болуы мүмкін да. Если біреу шықпай қалғанның өзінде ше. И ол сигнал беруге жеткілікті да негізі. Дым білмейтін кісілерге соны сигнал қылып сату. Негізі сигнал каналдарды бұрын сататын $100, $1000. Қазір уже тегін береді, чтобы обучениеге немесе тағы да басқа нәрсеге тарту үшін. И екінші мәселе бар, реферальная программа деген. Ол қалай? Мысалы, RoboForex сияқты компаниялар сізге реферальный программа береді, код береді, и сіздің артыңыздан келген адамдардың проигрышынан сіз ақша табасыз. Мысалға, мен артынан 10 адам келіп $10 000 салса, олар полный слив жасаса, содан бір 3% па 4% па жаңа тартқан адамға келеді. Ал ол ақшаның барлығы жаңа RoboForex-тің өзіне түседі. Сен ол кісілерге тегін реклама жасап тұрсың да, получается. Анау не есіме түсіп кетті. Бір кино бар еді ғой, сериал бар еді ғой, шыққан. Тоже ставкаларға, типа контораға башады да, ставкаларға прогноз береді, өтірік прогноздар береді қадалуға. Сол қадалады да барлығы. Сол қадалғаннан доля алып отырады ғой реклама жасаған адамдар. Тура сондай болып тұр ғой. Тура сол система реферальный программасымен. Ол уже сигнал каналға кіргізетін адамдарға байланысты да. Мошенники ма сондай, короче, сериалдың аты есіме түсіп кетті да. Бұл деген өте дұрыс емес нәрсе. Ендігі мәселе, біз дұрыс емесін айттық та, харам екенін айттық. Харамнан бұрын не үшін харам ол? Өйткені өте үлкен риск, дұрыс па? Адамдар қадалып қалуы мүмкін, бана суицидқа баруы мүмкін, кредитқа кіріп кетуі мүмкін. Бекерден бекер харам болмайды ғой. Енді халал жолын айтайық. Адамдарға тек қана дұрыс емес, дұрыс жағында айтайық. Қалай дұрыс жасаған? Бұл салада, жалпы трейдингта адал жолмен дұрыс ақша тапса бола ма? Даже долгосрочный перспективада табатын халяльный жолдардың өзінде дұрыс емес компаниялар бар. Мысалы дұрыс па? Сол туралы айта өтсеңіз. Жалпы 100% халал жұмыс жасауға болады шариғаттың шеңберінде. Мысалға қазір әлемде қанша компаниялар бар, оның ішінде спиртной сататын компаниялар бар, там шошқа етін өндіретін компаниялар бар деген сияқты. Немесе кредиттер өте көп компаниялар бар, олардың барлығы харамға жатады. Ал біздің ислам әлемнің ғалымдарының өздерінің несі бар? Рейтингі. Халяльный рейтинг компаний. Қайдан көрсе болады? Zoya Finance деген бір приложение бар. Соның ішінде тізім болады. Мысалы, Apple компаниясын ашады. Apple компаниясына либо халал, либо харам, немесе подозрительно. Сомнительно деген не береді? Бағалау береді. Соның ішінен кез келген акцияны таңдап алсаңыз болады. Мысалға, енді бізде қазір технологический компаниялар өте жақсы рост беріп жатыр. Nvidia-ны алсақ болады. Nvidia уже халал
100% халал. Оның просто акциясын сатып аламыз. Оны қалай сатып алсақ болады акцияны? Акциясын сатып алсаңыз болады. Енді біз Қазақстанның ішінде болғаннан кейін бізде қазақ бауырларымыздың қазір шығарған несі бар, ашқан брокерлік компания 100% Пайдакс деген, және олардың ұстанымдары халал. Ол халал брокер болу өте қиын да негізі. Себебі сен харам инструменттерді бермейсің, там опцион, фьючерс деген сияқты. Тек халал акциялар, олар уже фильтр жасап қойған. Сіз сол Пайдакс скачать етіп алып, регистрация жасап, кез келген акциясын ойланбастан ала берсеңіз болады. Жаңа Мұрат ағамыз да сол жақта ақыл беруші кісілердің ішінде. Пайдакс компаниясының бізге нені жеңілдетіп қойды да. И екінші мәселе бар, шорт ашуға болмайды. Шорт ашуда харам. Ал Пайдакс компаниясында тек лонгқа ала аласыз. Лонг пен шорттың айырмашылығы ол не ол? Лонг дегеніміз сатып алып, өскен кезде пайдасын алу. Өскен кезде разница болады, там $100 алдың, 150-ге саттың, $50 сен пайдаң. Ал шорт деген на понижение қоясын. Мысалы, $150 алған нәрсең $100 түсіп кетті компанияң. И $50 сенің пайдаң болады. Ол да харам, халал емес. Пайдакс компаниясы сол мәселені шешіп қойды. И одан кейін Zoya дегенде не бар? Приложение бар. Ол международный, бүкіл әлемнің ислам ғалымдарының несі. Мына жерде бір нәрсе айта салайын. Пайдакс деген компанияға бір арнайы реклама түсіріп жатқан сияқты болып қалдық та. Оған альтернативный қандай варианттар ұсынылады? Альтернативный варианттар халықты банктан вроде алуға болатын сияқты бір нәрселер бар еді ғой. Халық банктер барлығы, Халық банкте бар, банк центр кредитте бар, Freedom брокер бар, бізде қазақстандықтарға удобный приложениелердің іші. Просто оларды айтпай отырған себебім, өйткені олар банковский системаның шығарған продукттері. Ал бұл жерде жеке брокерлік компания туралы айтып отырмын. 100% халал жолды таңдағысы келген кісілерге. Банковский системаның қандай несі бар, минусы бар? Кредит береді. Ипотека береді. Арқылы сен акция сатып алсаң, оларға да пайдасы түседі ғой, получается. Бір енді элементарный брокерский компанияны алғашқы фундаменттерін қалауға ар жақтан ақша құйылды деген сияқты мәселелер ғой, енді ол глубже кетіп қалған. Негізі бізде өзімізде Freedom брокер бар. Freedom брокер және Пайдакс. Осы Қазақстанда мен білетін екі брокерский компания. Олар кәдімгі тек акциямен айналысатын компаниялар. Халық банктерді айтпай отырғаным сол. Жусан Инвест деген бар. Олармен жұмыс жасамай, мен өзім интерактив брокерспен жасаймын. Ол америкалық компания. 1977 жыл құрылған. Уже историясы бар. И гарантированный суммалары бар. $200,000 дейінгі депозиттерге өздері гарантия береді. Что вы не потеряете деньги деген сияқты. Даже біздің банктеріміздің депозиті 5 миллион немесе 10 миллионға дейін ғана гарантия бере алады. Ол жақта уже $200,000 дейін. Үлкен сумма айналдыратын кісілер болса, сол жақта жасаса болады. Сосын қазір біз кішкене, мен түсінбей қалдым да, біз халал мен халал емес нәрсені ажырата тұрық қой. Хауизи дұрыс емес дедік, шорт дұрыс емес дедік. Негізі сол трейдингтің ішінде андай түрлер көп емес па сауда жасаудың? Мысалы, фьючерс деген бар, сосын опцион, соны айтсаңыз бір сөзбен, бір сөйлеммен, мынандай нәрсе дұрыс емес, оның ішіндегі мыналар дұрыс деген сияқты. Индекстер бар, фьючерстер бар, сосын акциялар бар, опциондар бар. Оның ішінде акциямен айналысу ең дұрыс жолы. Басқаларында уже жаңағыдай сомнительный нәрсе бар. Опцион дегенімізде жаңа хауистиге ұқсас. Контракт аласыз. Мысалы, сіз белгілі бір суммаға, там $100, $200, ол жақта кез келген суммаға контракт бар. Мысалға, Apple'дың акциясы $220 тұрса, и ол жақта сізде тоже ставка пайдаланылады, там 220, 230, 240 деген сияқты әртүрлі бағалармен тұрады. Сіз мынау бағаға барады деп ставка аласыз, и әр контракттың бағасы әртүрлі. $1 бастап шексіз кете береді. Пайдалануға ыңғайлы, бірақ халал емес. Спотовый торговля деген бар еще, ол қалай? Спотовый торговля сол акциямен өзімен ғана торговля жасау. Спотовый торговля дегеніміз халал жол болады, плечосыз, ештеңесіз, тек қана акцияның өзін аласыз, долгосрокқа болсын, свингке болсын. Кстати, тағы бір айта кететін нәрсе, бізде
акцияның өзімен торговать еткеннің өзінде брокерский компанияларда 2 немесе 3 күнде ғана ол сенің неңе түседі, атың аударылады. Акцияның өзі ше құнды қағаз ғой енді. Құнды қағаз сенің атыңа 100% 2 немесе 3 күнде аударылады, ол брокерский компанияға байланысты. Сіз содан кейін ғана сата аласыз. Оған дейін сатсаңыз, ол уже жаңағыдай воздух алып воздух сатқан сияқты болады да. Сен де пока міне сатып алдың акцияны $220 сатып алғаннан кейін сенің счетыңда уже аты тұрады. Бірақ физически өткен жоқ әлі. Оны қолдана алмайсың. Халал жолында қолдануға болмайды негізі. Как минимум 2-3 күн өткеннен кейін барып, ол сенің атыңа аударылады. Абдрахманов Алматтың акциясы, бір акциясы немесе 10 акциясы деген сияқты. И уже 3 күннен асқаннан кейін барып сата берсең болады. То есть адал жолмен жұмыс жасайтын акциялар солай жасалады, алдың, саттың деген процесстер шәл ұзақтау жүреді деп отырсыз ғой. Абай, салдың, алдың, саттың бір күнде 7-8 рет алып сатты дегендер бар емес еще? Жоқ, ол жерде егер сенің депозитіңе байланысты, мысалға, менде бір 1000 акция тұр, уже там $100 алынып қойған, и сол күні мен $150 тура сол акцияны тағы да алып, қайтадан сатсам, нормально өткен мен алдыңғы 1000 акциям бар ғой, содан сатылады ол. Ал егер сізде вообще ештеңе болмай сол күні сатып, в моменте сату, ол уже дұрыс емес болып кетеді. Ол торговля аты қандай? Спекуляция. Спекуляция деймін. Спекуляция деген жаңағы енді кішкене келмейді, бірақ біз солайны атаймыз. Осы салада бір күннің ішінде жасау, day trade, бір күннің ішіндегі сауда. Day trade. Бір күннің ішіндегі сауда. Скальпинг дейді біреулер, сол моментально алып сату. Кішкене қозғалыстардан пайда табу, спекулятивная торговля деп аталады. Негізі бастап келген кісілер алғашқы уақытта сол нәрселермен қызығып келеді. Енді уақыт өте келе, уже day трейдingке өтеді, swing трейдинг деген уже кішкене 2 апта ұстау, одан кейін долгосрочный инвестиция 6 айға дейін, 6 айдан жоғары ұстауға өтіп жатқан кісілер де бар. Сіз соның ішіне қайсымен айналысасыз? Біздікі өте ұзақ уақытқа. Өйткені бізде 2024 жылы, 23 жылы алынған акцияларда әлі ұстап отқан нелер бар, портфельдеріміз бар. Алмат мырза, мына мәселе бар да, егер де ұзақ уақытқа акция алып сатып істейтін болсаң, жұмыс жасайтын болсақ, онда ол процент соотношение годовой прибыль өте аз береді дейді. Годовой пайда. Мысалға, годовой 10-15% ғана береді деп айтады да. Мысалы, егер де қарапайым адам Apple-дың акциясына алып, сатып алып қойып отырса, просто бір жылда ол шамамен 10-15% ғана максимум беру мүмкін деген сияқты айтады да. Ондай гарантия жоқ. Жоқ, енді шамамен орташа айтып жатырмын. Ол бермеуі де мүмкін әрине, бірақ одан аспайды дегенге келтіреді да, қатты. Ол қалай? Ол ситуацияларға байланысты, ондай 10-15% беретіндер бар, немесе минус 50% беретіндер де бар, немесе плюс 100% беретіндер де бар. Мысалы, осы жақында болған оқиға, үлкен компаниялар тез өсіп кете ала ма не? Өсіп кететін жағдайлар бар, кризистерге байланысты. Осы жақында болды, сәуір айында Трамп Қытайға пошлина 80%-ға ма өсіреміз деп бір жаңалық шықты. Сол кезде компаниялар өте қатты құлады. Nvidia-ның бағасы қаншаға дейін? 70-ке дейін ба? Түсті, өте қатты түсіп кетті, 2 есе түсіп кетті. Сол кезде алынған акцияларымыз қазір уже 180-ге барды. Там 2 айдың ішінде 2,5 есеге өсті бағасы. Ол өте үлкен гигант компанияның акциясының бағасы да. Ондай случайлар болады. Оны бір уақыт керек шығар, мүмкін опыт керек шығар. Сіз сол нәрселерді анализировать етіп, сол моментте қатты арзандаған кезде сатып алып қоясыз, сосын уже көтерілген кезде сатасыз. Сіз солай жасайсыз ғой? Негізі, ол жерде де барлық кезде 100% жұмыс жасамайды ол стратегия. Мысалға, окей, ол кезде баға түсті, алдың, өсті. Но болады случайлар, сен алған бағадан еще дальше түсіп кететін да. Өткен бізде кеше осы жақында ғана, өткен аптада ғана бір танысым хабарласты. Минус 12 миллион ба сондай болып кеткен. Оған дейін хабарласқан кезінде бір акцияны алған, баға жақсы өскен, плюс 2 миллион болып тұрған. Мен айтам, все, фиксируйте прибыль деймін.
немесе стоп лосс қой деймін. Стоп лосс дегеніміз бір бағаға келген кезде өз автоматым негізі жауап істейді. Ол кісі сатпайды, ұстап отырады, дальше өседі деп. Енді қазіргі жағдайы наоборот түсіп кетті да, 5 есеге түсіп кетті ше бағасы. Плюс 2 миллионнан минус 12 миллионға түсіп кетті ше. Сондай жағдайлар болады да, оның қашанға дейін түсетінін сен анықтай алмайсың. Риск. Өте көп риск. И бұл жерде бір проблема тағы да ол кісі жаңағы плечомен кірген да. И сонымен үлкен суммаға кіріп кеткен. Плечосы кішкентай, 4 плечо, бірақ соның өзінде ол өте үлкен сумма негізі. Түсіндім. Сізге рахмет. Уже біраз нәрсені біліп қалдым ғой, негізі өзім тоже түсінбей жүрген нәрселер бар еді. Өте керемет болды. Және де енді давайте тағы бір қорытындылайтын тағы бір сұрақтардың бірі. Монеталармен ақша табуға бола ма? Монета деген вообще бөлек нәрсе емес па? Коин деген. Иә, Сол туралы хабарыңыз бар ма? Ол жаққа кіріп көрген мен ең басында криптовалюталар ғой, сіз айтып тұрған, иә. Ол жақта контроль жоқ біріншіден. Рынок не контролируется, ал акцияның рынкі Америкамен контроль, SEC деген ұйым бар, сонымен контрольда тұрады. Ал мына жақта ондай контроль жоқ. Кез келген адам жаңағыдай этаптары болады өзі монетаны шығаратын. Мысалы, сіз де бір монета шығарсаңыз болады, белгілі бір этаптардан өтіп, Айдархан деген монета шығарып қойсаңыз болады, и оған баға бересіз. Қаншалықты жақсы реклама жасайсыз. Бағаны қаяқтан қоямын мен? Кез келген бағаны өзіңіз қоясыз. И қаншалықты жақсы реклама жасайсыз, сізде қаншалықты жаңағы пользователь болады, қанша адам алады, соншалықты ол бағасы көтеріледі да. И сіз любой момент ананың барлығын сатып, слив жасап жүруіңіз мүмкін. Мем-коиндар дейді, альткоиндар дейді. Ол жақтарда пайда тауып отқандар бар. И примерно жаңа не сияқты ой. Хауюстимен ұқсатса болады да. Вообще контроль жоқ. Өте опасный. Ол даже акциядан бірнеше есе опасный да. Даже Хауюстиден де опасный сонда? Иә, өйткені жаңа 0 болып қалу ықтималдығы бар да. Енді биткоиндар ондай емес. Биткоиндар уже олардың пользовательдер өте көп, клиенттер ғой, енді бағалары более тұрақты болып тұр да, енді гигант компаниялар сияқты болып тұр. Бірақ опыты жоқ, вообще айналыспаған адамдарға ол жақты вообще не советую. Көбісі ол жаққа кіреді, жаңағыдай бір күнде X 140 болып кетті деген рекламалар шығады, жаңағы Трамп деген монета шықты, там бір күнде X 140 болып кетті, соған қызығып адамдар кіреді да, бірақ наоборот минус 140 болып кету ықтималдығы көбірек та. Жаңағы сияқты там 100 монета шықса, оның біреуі ғана атты, ал қалған 100-і қадалып қалды да, сен оған депозитін жетема деген тема. Если ақшаңды тұрақты түрде сақтаймын, криптовалюта ғана керек десең, ол жақта өзі авторитетный бір нелері бар, биткоин, эфирум. Иә. Соларды алып қойсаңыз, более-менее безопасный болады да енді. И то не факт. Иә. Түсінікті. Монеталарға қатты кірмедік. Енді соңғы сұрақтардың бірі, енді осы трейдинг саласына кіріп бастап жатқан адамға пошагово қандай системамен жұмыс жасауды кеңес беретін едіңіз? Ең бірінші кітап оқу. Разумный инвестор деген кітап бар. Және краткосрочная инструкция торговли ма, солай. Кейін тағы толық атын айтайын. Бағана 25 кітаптың ішінде ол бар. Соның ішінде бар, ең бірінші соларды оқыса. Мысалы, енді мен ол кісілердің ақшасын қызғанбаймын ше негізі. И рынктың де ақшасын қызғанбаймын. Просто ол кісілер жаңағыдай тезірек пайда табам деп бүкіл ақшасын салып жіберіп, там қора болып қалып отыр да. Мен танитын кісілерден. И мен обучение сатпайтын себебім де сол ше. Менде бір методика жоқ, бір дайын продукт жоқ. Сен кіріп гарантиямен ақша алып шығасың дегенше, сол үшін мен ондай нәрселермен айналыспаймын десем болады. Оның бір өзінің адамдар болады, енді жоқ нәрсені бардай көрсете алатын бір әдемі. Бізде ондай жоқ. Маған келген кісілердің барлығын кітап оқуға шақырамын. Өйткені ол жақта өте кітаптың көп түрлері бар. И топовый жаңа 25 кітапты оқып, хотя бы соның бір 5 кітабын оқыса, одан кейін ол 100% шешім қабылдайды да. Мынау маған керек па немесе керек емес пе деген. Өйткені оның ішінде реальный историялар плюс там 100 миллион доллар тапқандардың историясы да бар, және 100 миллион доллар жоғалтқандардың историясы да бар да. И соларды оқи отырып, өзінің темпераментіне сәйкес келе ма, психологиясы шыдай ала ма, сол нәрселердің барлығын определять етіп,
келсе, мен одан кейін мынау нәрселерді оқысаң результат шығады, немесе мыналарды істесең результат шығады деп совет бере аламын да. Ал тупо жаңағыдай рекламаға қызығып бірден ақшасын алып келген кісілерге дайын продукт жоқ. Ақша салып сразу ақша ала салатын продукт жоқ. Жалпы өмірде де сондай шығар, ондай бір Өмірде де сондай. ақшаң болса байисың деген әңгіме өтірік әңгіме ғой негізі. Ақшасы бар адамдар көп қой, бірақ кәсіп таба алмай жүрген, нормальный нәрсеге сала алмай жүрген адамдар өте көп, дұрыс па? Тек ақшаға байланысты болса ше? Ақшаға байланысты болса өте көп. Бізде бір история болды. Былтыр мен Ташкентке бір обучениеге барам. И сол жерде бізге үйретіп жатқан кісі айтады, маған келген оқушылардың ең көп ақша жоғалтқаны 1 миллион 300 мың доллар дейді. Ол кісі строительный компаниясы болады. Жұмысы жақсы жүріп жатыр, сол жақтан алып ақша сала берген. И бір определенный момент келген кезде ғана оянған ғой, қайда бара жатырмын деген сияқты. И сенің ақшаңның размері гарантия емес, что ты добьешься успеха да бұл салада. Еңбек ету керек, одан кейін ризықты Аллах тағала өз қалаған құлына береді. Ондай керемет айттыңыз. Қазіргі уақытта мынау бана айтып отырсыз ғой, Трамп осындай бір заявление жасады, содан кейін бағасы акцияның түсіп кетті, одан кейін көтерілді, сол кезде саттық, фиксировать еттік деп. Сіз алдында бір айтқан сөзіңіз есіме түсіп кетті да, не стоит зарабатывать на горе людей десіз ба? Қалай айтсын айтыңызшы қайтадан? Ол шортқа байланысты айтылған нәрсе. Оны маған бір ұстазым айтты да, біз енді сразу осы жолға келген жоқпыз. Опционды да көрдік, хауесиді да көрдік. Оны этаптың барлығынан өтіп, фильтрмен қазір ғана 100% халалдандырдық десек болады немізді, торговлямызды. Сол кезде бір сабақтардың бірінде ұстаз айтты, шортқа кірмеудің ислам жағынан бөлек, бір моральды тұрғысынан сен ойлаш дейді да, компания банкротство отырса, сен окей, ақша тауып отырсың шорттан да, там біреудің бақытсыз болып жатқаннан ақша тауып отырсың дейді да, сен соны моральдық жағында ойлап қой деді да. И одан кейін вообще шорт деген нәрсені жауып тастадық. То есть сөздік мағынасы адамның бақытсыздығынан ақша табу қажет жоқ деп тұр ғой. Біреу не строй счастье на чужом горе дей ма, сол нәрсені келтірді ғой. Осыны іздеп отырмын. Сосын мына мәселе бар, Трамптың бағанағы бір оқиғасы бар ғой, Tesla компаниясымен Илон Маскпен ойнататындардың бәрі сол ақша табу, моменте көп ақша табу үшін істелетін нәрселер ғой. Мысалы алдында бір рет Илон Маскпен ұрысып қалды ма, бір нәрсе болды да, сөйтіп оның Тесланың акциясы түсіп кетті да, и Илон Масктың өзі сол акцияларды сатып алды да, сосын қайтадан екеуі дос болып қалды да, и Тесланың акциясы ұшып кетті деген сияқты ше. Енді оны утверждать ете алмаймыз. Бірақ факттер солай сәйкес келіп қалып жатыр ше. И сол по истории может сондай шығар деп айта аламыз да. Бірақ олардың арасында ондай сговор болды ма, оны білмейміз. Бірақ как будто сондай сияқты да. Темекі шекті Илон Маск. Марихуана деп ойлап қалды, сөйтіп бәрі акциясын сатып тастады. Сосын сөйтіп ол әшейін темекі деп айтты, одан кейін акция көтеріліп кетті деген сияқты. Сондай нәрселер көп случайлар, и жаңа мемкоинға байланысты да сондай бір случай болған. Илон Маск бір не шығарады, валюта шығарады. И тура соған ұқсас қылып тағы біреу шығара ма, сол моментте бағасы ұшып кетеді. Бірақ әлі Маск өзінікін шығармаған екен да әлі. Сондай бір моменттер болған. И ол анау екінші компания ұшып кетті дағыны, адамдар кірді. И оны ашқан адам бүкілін сливать етчерді сатып. Аналар сол мемкоинмен қап қойды, бірақ бағасы жоқ та. Бізде де бұрын бір нелер болды, там холодильниктің бірдеңесін әкеп өткісе, бірдеңе деген сияқты. Анау гир 16 килограммдық тема, соның ішінде алтын бар деп, в общем, қырғын нелер болған ғой. Бұрынғы мен естідім просто ол нәрселерді 2005 жылдары ма, сондай адамдардың жинап жүретін үйлерге кіріп сұрап, примерно сондай ситуация болып тұр ғой. Түсіндім, рахмет сізге. Өте керемет пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын, өте қысқа. Өзіңіздің айтарыңыз бар ма? Халыққа үніңіз бар ма? Жылтыр нәрсенің барлығына қызыға берме ғой. Жылтырақтың барлығының артында тұрған нәрселерді кішкене пауза ұстап, кішкене хотя бы артын изучать етіп, содан кейін барып көрсе, енді мен салам осы трейдинг болғаннан кейін, осы трейдинг бойынша қадалған кісілер қадалып болғаннан кейін барып хабарласып отырды да. Блин, осындай отыр.
бірақ уже айтылып қойған мәселелер да негізі оның барлығы. Чуть-чуть даже ешкім айтпаса да Гуглға жай бүйтіп поискке жазасыз да, қазір ChatGPT шықты ғой, енді ChatGPT-ге хауюси туралы сұрасаң, исламда қалай немесе жалпы ақша табу, жарайды, исламды қоспай ақша табу вероятность қаншалықты деп сұраса, именно хауюсиге байланысты шарт береді да, там 1%, 2%, сен енді 1%, 2%-ға кіре аласың ба деп өзіңе сұрақ қоясың да, одан кейін оған кіру үшін не істеу керек деген сияқты. Сондықтан жылтырақтың барлығына қызыға бермейік, таргеттің бәрін ала бермейік қой. Өте Кітап керемет. оқиық. Иә. Алла разы болсын сізге. Бұйырса алдағы уақытта тағы да подкастқа шығарамыз деп ойлаймын. Көрермендер, егер де сізде тағы да сұрақтар болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Екінші рет, если сұрақтар жақсы сапалы болып жатса, онда екінші рет бұйырса тағы да шақыратын шығарамыз. Осы Астанаға арнайы Алматыға мен сол подкаст түсіруге келген жайымыз бар. Сол видеоны лайк басып, осы видеоны максимально тарқатып жіберіңіздер осы трейдинг саласында айналысып жүрген бауырларыңызға. Ассалаумағалейкум рахматуллахи баракатух. Балкон қайда?